оқырмандарым, жақсыны көрмекке дейді ғой. Сіздерге сенбей қызымыздың қанша уақыттан бері жинаған жасауымызды көрсетіп кетейін шет жағасын. Барлығын құдағайдың үйіне әкеліп, осылай сықайтып орналастырып қойдық. Бұйырса ашатын болады қазір. Міне мына жерде бүткіл кухняға арналған рецептордың каструльдары, қазірге хит деген заттардан, брендтерден таңдадық. Сметтің тостері, өзінің сенбейға ұнайтын. Сосын мынадан Эденді таңдадық, принц, барон, общем барлық заттарын. Одан бөлек мынандай отта тұратын элит посудадан өткенде айттым ғой. Рецептордың туысқаны тоже ешкімде жоқ, ыдыс деп осыны предлагать етті. Осындай түрлерінен таңдадық. Элит посудада выбор көп екен, мынаның барлығын сол жақтан алдық. Кәдімгі күшті дубайский деген түрлері де, мыналар качественный. Үйін алдық, күшті ауыстырсын деп, бірі темный, бірі светлый. Манталар кісі жақсы брендтен термомикс апа Алматтан арнайы арқылап алып келді. Сосын мына несі, самаурын ба, нет? Чайнегі, қонақ келген. Жасауын жасаймыз деп бастағаннан бастап апа екеуміз бүткіл парақшаларды, шетелдің парақшаларын зерттеп келаттық қой. Соған осылай арнайы расцветкісін бәрін тоқталдық, қалай істейміз, моделін таңдап та. Бірақ өзіміз істей қояйын десек, оған бір епті адам керек екен. Кез келген адам мынаның барлығын бүйтіп істей алмайды екен, аккуратно да барлығын, шеттері ашылмайтындай, жемчугтарын бір-бірлеп. Сол үшін егер де сіздерде қыздарыңызды ұзатып, осындай жасауды полный под ключ тапсырып тастағыңыз келсе, барлық мынандай киімдердің чехолдарына дейін, общем барлығын өзі орап, қаптап, ленталарын қызыңыздың атын жазып істеп беретін менің Раби құрбыма хабарлассаңыздар болады. Бұйырса алдағы уақытта сен осымен айналыс деп жатыр, өйткені қолынан осындай заттар күшті келеді. Если что, хабарласып жазсаңыздар, сіздің де қызыңыздікін қол жетімді бағада сықайтып өзінің еңбегіне алып, осылай жасап дайындап әкеп береді сізге. Біздер үйге келдік, заттарымыздың бәрін тасып алып келдік. Мына жерде корзиналар, мына жақта шұбат, тамақ, енді бәрін жинастыруымыз керек.
Бізде құдалыққа қызу дайындық жүріп жатыр. Осындай қылып құдалардың ауылына жіберетін дәм салынған корзиналарды дайындап жатырмыз. Мына жақта менің Айжан келінім және де Гүлмира келінім. Осындай қылып күшті қылып барлығын дайындап, сықитып байлап, этикеткісін байлап, дайындап қойып жатыр. Ертең құдалар келгенде сразу құдалардың ауылына кетіп бара жатқанда беріп жіберетін боламыз. Осындай күшті тәттілер, дәмді, осындай күшті керемет осындай сладости алдық. Мына тәттілердің барлығын мен Латвиядан Ақтаудан алдым. Алдында сіздерге айтқанмын. Осындай күшті керемет тәттілерді арзан бағада, оптым бағада сатады деп осындай мен коробкадегі түрін алдым ғой. Қараңыз. Мынаны қараңыздар, корзинаның сәнін келтіріп тұр ғой. Осындай керемет ерекше тәттілердің Латвиядан Ақтауда 4 түрі бар. Қазір сатып болғаннан кейін сіздерге де көрсетемін. Міне, мынаны қараңыздар. Осындай түрін алдым, мынандай түрін алдым. Бұл өте ыңғайлы. Ертең құдағайлар мына құдалықтан кетіп бара жатқанда бір-бірден осылай ұстатып жіберсе де болады. Мына қараңыздар, 4 түрін алдым. Мынаны аша берші. Әр түрі бар. Егер де сіздерде той жасап жатсаңыздар, құдалық жасап жатсаңыздар, қыздарыңызға сырға салу болып жатса, үйіңізде той жасап жатсаңыздар, осындай күшті керемет тәттілерді Латвиядан Ақтаудан алсаңыздар болады. Ал мына жақта Айжан соқтарды, осындай күшті тәттілерді, мынандай сладостьлардың барлығын салып жатыр. Мына жақта біздің енді мынандай қазақи тәттілеріміз де бар. Бұларды қазір сіздерге барлығын көрсетемін. Ақ дәм деген жерден осындай күшті керемет балқаймақ, құрт, жент, енді бұл қазақша тәттілер.